Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен небәрі 5 минутта дайын болатын өте дәмді әрі тойымды салаттың рецептімен бөлісемін. Уақытыңыз аз кезде таптырмас рецепт. Видеоның соңына дейін қарап бірге жасайық. Ең алдымен осындай консервідегі бір қиярымызды алып, осылай ұзынша етіп кесіп алып, салонға етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Барлығын турап ыдысымызға салып аламыз. Енді шұжығымызды тура солай ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Шұжығымызды да ыдысымызға салып, алдын ала қайнатып піскен жұмыртқамызды да тура солай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Енді консервідегі жүгерімізден 3 қасықтай салып алатын боламыз. Қалауыңызға қарай 2 ас қасықтай майонез салып алып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, оның үстіне алдын ала үккіштен өткізілген сырымызды сәндік үшін бетіне қойып аламыз. Мінекей осымен біздің небәрі 5 минутта дайын болатын салатымыз дайын болды. Рецепт сізге пайдалы болса, жүрекшені басып, каналыма тіркеліп қолдау көрсетсеңіз екен. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.